6 А сынып оқушысы Бақтиярқызы Арайлым. Мен сіздерге ағайынды Гримм ертегілерінің арасынан прәндік үйшік деген ертегіні айтып берем. Ертеде бір кедей отыншы болыпты. Оның Гензел деген ұлы мен Гретель деген қызы болыпты. Олардың жағдайы нашар болыпты. Олар тойым тамақ жей алмайды екен. Bir күні балдар орманға барып, шөпшек теруге барса, олар шөпшек теріп жүріп, адасып кетіпті. Олар қалай адасып кеткенін байқамай қалыпты. Орманда күн батты. 1-2 сағаттан соң орманда күн батты. Күн батқанда балдар осы орманда түнеп шығудан басқа амал таппады. Таң атып, ағаштардың арасынан бір үй көрінді балдарға. Балдар үйдің қасына барса, үй прәндіктен, печеньеден жасалған екен. Балдар прәндіктің 2 шетінен бөліп жепті. Үйдің ішінен бір кемпір шықты. Кемпір айтады: "Сендер маған қонаққа келдіңдер ме? Онда жақсы болыпты. Үйге кіріп, ыстық шай мен дәмді прәндік ішіп жеп кетіңдер" дейді. Сөйтіп балдар үйге кіргенде Гензелді кемпір хап етіп ұстап алып ағаш тордың артына қамап қояды да Гензелға: "Мен саған көп тамақ беріп, сені семіздіртіп, мен сені кейін жеймін" дейді. Ал Гретельге болса: "Сен үйді жина" дейді. Гретель үйді жинап, тынымнан тыным таппайды. Bir күні күн сайын кемпір Гензелдің саусақтарын тексереді екен. Гензел кемпірдің көзі көрмейтінін байқады. Білген соң оған тауықтың сүйегін ұсынып жүреді екен. Ал кемпір болса, сол тауықтың сүйегін ұстаған соң, бұл бала семізмеді деп жынданады екен. Кемпір күн сайын кешке сандығының ішінен қазыналарын біртіндеп санап, чих-чих етіп күледі екен. Bir күні